Енді біздер замок деген нәрсе, хеджиринг деген нәрсені біздер көпшілігіміз не үшін жасаймыз? Жаңағындай адамдардың айтқан әңгімелеріне сенудің ешқандай қажеті жоқ. Банктерде ол нәрсені, крупный игроктар да ол нәрсені жасайды ғой деп біздер жасау біздің вообще ешқандай міндетті емес ол нәрсені жасау үшін. Біз анализ еттік па, анализіміз дұрыс болмады ма, значит ол біздің қателігіміз болады. Ол банктерге бәрібір оларда позиция деген нәрсе, там стоп қояды деген нәрсе жоқ олар үшін. Олар барады жеріне барады, келеді жеріне келеді тек қана. Енді бізде бұл ситуацияда қалай болып қалады бұндай жағдай бізде көбінде? Біреулер астынан баса шортқа кіреді, төменгі бағаға кіреді. Цена өсіп келе жатыр. Кіріп жатыр. Каждый откат сайын не істейді? Ол міне кетті, әне кетті деп кіреді. Ол психологически ценаның ең хайынан ұстап қалайықшы дейді. Біреулер кірпігінен ұстап қалайықшы дейді. Біреулер қасынан ұстап қалайықшы дейді. Сияқты жаңағыдай біздің қазақ пайызға терминдер шығып кеткен негізінде. Осы нәрсе ұстап қалғысы келеді. Ұшынан ұстап қалғысы деп айтқанда, вершинасынан. И сол әдетпен аша береді да, бірақ определенный бір деңгейге жеткеннен кейін не істейді ценаны? Уже хеджирны жоғары қарай ашу керек болады. Дәл сондай объеммен, немесе одан артық объеммен. Енді сізге беретін ұсынысым бұл жерде, егер де цена бір бағытты алғаннан кейін сіздің анализіңіз бойынша полностью мысалы деген анализ жасадық, болмаса тағы да басқа бір каналдардан сигнал көрдік, там шортқа или немесе лонгқа деген нәрсе, соған арқа сүйеумен мысалы бізде бәріміз шортқа ашық қойдық, бірақ цена өсіп кетті лонгқа қарай. Өсіп бара жатқан импульсный движение арқылы біз түсінеміз. Рынок қайтпастай ол өседі, импульсный движениемен тек қана, немесе пиламен өседі. Бұлай позиционный өспейді ешқашан рынок деген нәрсе. Тек қана пила ара, немесе импульсный движениемен тек қана өседі. Енді осы екеуінің біреу бізге кездескеннен кейін біз не істейміз? Беретін совет всегда, егер де хеджиринмен айналысатын адамдар болса, егер хеджир ететін болса, немесе амалсыздан оны істеуге тура келетін адамдар болатын болса, біз шортқа позиция, мысалы 3 лотпен ашық қойдық, цена келді бір определенный деңгейге, біздің маржамыз 50%-тен төмен уже, свободный маржамыз 50%-тен төмен түскен болса, біз уже замоктың қамын ойлау керекпіз. Егер де біз бұл депозитті жоғалтуға қорқатын болсақ, бұл депозиттен айырылып қалмыз келмейтін болса, біз не істейміз? Уже замоктың жаңағыдай хеджиринг жағдайын қарастыру керекпіз. Немесе сол деңгейден 50% кетті менде деп стоппен жауып тастау керекпіз. Екеуінің біреуін қабылдап білу, ол да бір өнер жатқан, ол да бір трейдердің бір сипаты. Енді бұл нәрсені істей алмайтын болсақ, әрине біз новичокпыз бұл жерде. Бірақ берілетін совет, замок ашатын болсаңдар, бірдей объеммен, мысалы 3 лотпен ашық қойдыңдар ма, 3 лотпен лонгқа ашық қойсаңыз, егер де 3 лотпен лонгқа ашық қойсаңыз, оларда замок ұстап қалам деп. Тек 50%-тен кейін ғана жұмыс істеп бастау керек. 50 мен 30%-тің арасында жасау керекпіз осы нәрсені. 30-дан төмен уже біз не істейміз, маржамызды көп жеп қояды. 50% істейтін болсақ, біздің психологически ақшамыз 50% ақшамыз тұрады орнында. Екіншіден, біз сол тұрған замокқа тиіспейміз, ешқашан тиіспейміз. Не үстінен де позиция ашпаймыз, не астында позиция ашпаймыз. Біз тек қана күтеміз, бұл пока без убыткімен жабылайын дегенше. Ашуға болады, определенный деңгейге барғаннан кейін, азғантай объеммен бір ашық қоюға болады. Болмаса ол қайтқаннан кейін кішкене қайтып жатқан кезде осындай жерден біз ашсақ болады. То, что осы күнге шейін кеткен еңбегімді хотя бы осы объеммен ақталайыншы деген ниетпен. Бірақ берілетін совет. Бұл нәрсе көп жерде қолданылады. Көп адам қолданады, оны қолданба десе де қолданады адамдар оны. Енді ашық қоятын болса, егер ашатын деңгейге жеткен болсақ, егер де бізде 3 деген объеммен ашық қойсақ шортқа, бұл деңгейге келді, біздің 50%-тен төмен уже маржамыз қалып бастады да. Осы моментте біз не істейміз? 4-пен ашуға тура келді бізге. 4-пен ашып, ценаны именно после флеттен шығып баратқан жерден ашамыз деген сияқты өзінің бір ұғымдары бар. Мысалы, пиладан шығып баратқан жерден ашатын деген нәрселер бар. Сондай бір зонадан ашқан кезде тек қана осыдан үлкен объеммен ашамыз. Примерно 20% немесе 10% хотя бы жоқ дегенде. Енді 20% это нормально. 20% бізде осы ашқан объемымыздан 20% көбірек ашатын болсақ, 20-25%. Бізде цена дальше кететін болса, бетіне без убытка біріншіден қойып қоямыз. Без убыткасын өсіргеннен кейін обязательно без убытка қоямыз. Одан кейін цена өсіп бара жатқан кезде ештеңеге тиіспейміз, пока бұл біздің маржамызды көбейтпейінше. Көбейтіп 0-ге шыққан кезде общий суммамыз біздікі деген. Не пайдада емес, не зиянда емес. Өзіміздің ақшамызды 3 лотымызды 4 лотпен ақтап алдық, біз 0-ге шыққан кезде біз не істейміз? 20% артық ашқан себебімізден 5% тағы да қосамыз да төменге қарай тағы бір позиция ашып қоя аламыз. 5% осы суммадан 5%-тен алып қоя аламыз. Неге? Егер де дәл сөйлеген біздің анализіміз дұрыс емес болған себептен, болмаса тағы да бір вынос жасайтын, болмаса тағы манипуляция түсетін болса, рынок обратно бұрынғы деңгейіне баратын болса, біздің мынау ашқан хеджирингіміз 0-мен жабылған кезде біздің свободный маржамызды көтеріп беріп бізді пайдаға шығаратын осы 5%. Мынау 0-ге жабылған кезде біздің 5%-іміз қайтып келеді өзімізге. Дальше кететін болса жақсы прибыльге шығамыз,
кетпей жатса, осы 5% біздің свободный маржамызды ұстап беріп тұра алады рыноктың ішінде. Сол себептен хеджиринг деген нәрсені ашатын болсаңдар, всегда 20-30%-ға дейін артық ашқан лотынан көп ашу бізге не болады? Міндет болады. Өйткені егер де замок ашатын болсақ, замок біздің тек қана ақшамызды ұстап, тек қана тұрады. Не одан пайда көре алмайсың, не одан зиян көре алмайсың. Егер де кейбір счеттарда своп деген нәрсе болады, своптарға жем боламыз брокерге. Былай комиссиясы свопсыз счет болғанның өзінде біздің уақытымыздың барлығы далаға кетеді и психологиямыз бұзылады.